Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алды. Тұңғыш президентін сайлады. Үлкен жол үлкен батамен басталмай ма? Сол кезде тұңғыш президентке бүкіл қазақ ақсақалдар атынан бата берген халық ақыны Шәкер Әбенов болды. Өйткені еркін елдің тұңғыш президентіне еркіндік үшін күрескен қарт ақын бата беруге тиіс болатын. Атақты ақсақалдарымыз Нұрсұлтан Назарбаевқа бата бергісі келеді. Құрметті ақсақалдар, ақын Шәкір Әбеновті сахнаға шақырамын. Al халық, менің жасым 91-де. Еттеген алдығандығымда бар шығар. Менің айтатыным, Сарыарқа туған жерім, атам қазақ. Қазақ ұлай еркіндікке болды азат. Көп естіп, көп түгері Балықтанда мен бір ғасырдың куәсі екіспір. Ал енді маған бата беріп шақырды. Батаның екі жолы бар. Бірі негізді бата, бірі лезізді бата дейді. Ол негізді батаны Нұрсұлтанға халықтың батасы. Ол үшін үш міндет атқару керек. Бірінші, жұмыскер, диқаншы, мал өсіруші шаруалардың еңбегіне ысырап жасатпай, дұрыс басшылық беріп бақылап отыру. Екінші, халыққа зиян келтіретін зорлықсыз, зұлымдарды аяусыз жаза беріп тыйым салу. Үшінші, әлде қандай себептен өзі қаталатса, халықтан кешірім сұрап, өз қатасын өзі түзеу. Мені бұны халық көреді, бұны негізді бата дейді. Ал негізді ретін бастам негізді бата, ол осы отырған халықтың аңсаған арманы келешектен тілеген тілеу ал. Раббана өтеқаббал дуа иннека анта самиғун ғалим. Хақ Тағала қадіретлері халқымыздың береке бірлігінде қайтып, халық дейін сайлаған Нұрсұлтанның абырой атақ даңқы өсіп, әлемге әйгілі болып тарихтың дәптеріне тіркелсін. Халыққа зиян келтіретін ұлысшылдық әдет жойылсын, бір жеңнен қол, бір ауыздан сөз шығарып, халқымыздың бересін дейін жасын ол болсын.